Сәлем көз чемпиондар. Кеше ерекше күн болды. Бұл Наурыз. Жаңа жыл, жаңа бастама. Ал сен Наурыз бойынша квизға дайынсың ба? Видеоны бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, және өз пікіріңді қалдыр. Бірінші сұрақ. Наурызда неге дастарханға көп тағам қояды? Әрине, молшылық болсын деп. Иә немесе жоқ. Кигізде үйде тұрғың келе ме? Өрісі күні қашан болады? Әрине, 14 наурыз. Наурыз қай жылы қайта тойлана бастады? 1988. Кеңес одағы кезінде Наурыз қай жылдан бастап тоқтады? 1926. Наурызда неге үйді толық тазалайды? Әрине, жылды таза бастау үшін. Таза бастама. Наурызды қайта жандандыруға ең үлкен үлес қосқан кім? Әрине, Өзбекәлі Жәнібеков. Иә немесе жоқ. Домбыра тәріздес үйде тұрғың келе ме? Наурызды қайтару идеясы нені күшейтті? Ұлттық сананы. Неге Наурызды жаңа жыл деп атайды? Себебі табиғат жаңарады. Қыдыр ата бейнесі нені символдайды? Әрине, береке мен баққа келу үшін. Иә немесе жоқ. Қыдыр атаны көрсең, не істер едің? Өзбекәлі Жәнібеков қай салада танымал болды? Әрине, мәдениет саласы. Наурыз көже неге 7 тағамнан тұрады? Себебі ол қасиетті сан. Мына тағамдардың қайсысын жейтін едің? Иә немесе жоқ. Бауырсақтан жасалған костюмді киетін бе едің? Қыдыр ата түнде не істейді? Әрине, береке әкеледі. Қазақ дәстүрінде қасиетті сан неше? Әрине, бұл 7. Наурызда неге кешіреді? Әрине, таза бастама үшін. Иә немесе жоқ. Мынандай құртты жейтін бе едің? Наурыз мейрамы қай өркениеттерде болған? Әрине, парсы әлемінде. Неге адамдар қонаққа барады? Әрине, бірлік үшін. Неге ұлттық ойындар ойналады? Дәстүрді сақтау үшін. Наурыз сөзі қай тілден шыққан? Әрине, парсы тілі. Иә немесе жоқ. Тек домбырадан ғана тұратын концертке барғың келе ме? Неге ән айтып би билейді?
Әрине, ол қуаныштың белгісі. Наурызда неге жақсы киінеді? Мерекеге құрмет. Наурызды қайтару қай кезеңде болды? Қайта жандандыру кезеңі. Иә немесе жоқ. Мынандай дастарханда отырар менің. Неге ағаш отырғызылады? Жаңа өмір бастамасы ретінде. Наурыз көжедегі 7 саны нені білдіреді? Әрине 7 құндылықты. Наурызда неге ерте тұрады? Күнді қарсы алу үшін. Иә немесе жоқ. Мынандай алты бақанда кәтенер менің. Неге адамдар құшақтасады? Көрісу дәстүрі үшін. Неге бәріне тағам береді? Жомарттықтың белгісі. Иә немесе жоқ. Мынандай қазаннан тамақ жейтін бе едің? Неге наурыз көже таратады? Бірліктің белгісі. Наурызда неге ұрыс болмайды? Себебі ол татулықтың күні. Иә немесе жоқ. Мынандай болашақ ауылда тұрғың келе ме? Наурыз неге көктемде болады? Әрине, табиғат жаңарады. Наурызда неге адамдар күледі? Жаңа өмірлік бастама үшін. Иә немесе жоқ. Мынандай алып бауырсақты жейтін бе едің? Неге қазан үлкен? Өйткені көп адамды тойдыру үшін. Наурыздың идеясы қандай? Әрине, бірлік жаңарту.